Barşаңызға сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен пайдалы ақпараттар легін жалғастыратын боламыз. Бүгін сіздерге ас содасының сіз білмейтін 11 пайдасын айтатын боламыз. Ал ендеше кеттік. Ас содасын көп мөлшерде ауызға құрғақтай салуға болмайды. Кетіріп, ойдырып, жіберуі мүмкін. Тек қана суға ерітіп, араластырып қолданған дұрыс. Бірінші пайдасы, ас содасы жүректің қатты дірілдеуін, атқақтап соғуын, тоқтаусыз соғуына көмектеседі. Жарты шай қасық ас содасын тіліңіздің астына салып қойсаңыз болғаны, жүректің соғысы қалпына келеді. Екінші пайдасы, тамақтан уланып қалғанда немесе көп қан жоғалтқанда ас содасын суға езіп ішуге болады, көмектеседі екен деп көп ішудің қажеті жоқ. 1 литр қайнаған суға жарты шай қасық сода мен 1 шай қасық тұзды қосып араластырсаңыз, ерітіндіні әр 5 минут сайын бір ас қасықтан ішсеңіз жеткілікті. Үшінші пайдасы, егер баспаңыз ангинаңыз көтерілсе, 1 стакан жылы суға 2 шай қасық ас содасын езіп тамағыңызды күніне 5-6 рет шайғаныңыз дұрыс, сонда ауырғаны басылады. Төртінші пайдасы, аяқ астынан жөтел пайда болып мазаңызды алса, ас содасын қолданыңыз. 1 стакан қайнаған сүтке 1 шай қасық ас содасын қосып ішіңіз жөтел кетеді. Егер сүт ішпейтін болсаңыз, сүттің соңына қайнаған суды пайдалануға болады. 5-ші пайдасы, салқындап тұмауратып ауырғанда мұрыннан су ағып тоқтамайтыны белгілі. Мұндайда мұрныңызға күніне 3-4 рет ас содасын ерітіндісін тамызыңыз. 6-ші пайдасы, көзге бұлшықтанғанда ас содасын суға езіп, соған мақтаны алып алып көзіңізді сүртуге болады. 7-ші пайдасы, бір жеріңізді жарақаттап іріңдеп қабынған кезде ас содасының көмегі көп. Мәселен, саусағыңызды жарақаттап алсаңыз, 2 ас қасық соданы жарты литр жылы суға езіп, саусағыңызды батырыңыз. Осылайша саусағыңызды күніне 3-4 рет ерітіндіге салсаңыз, жарақаттың іріңдегенін тез кетеді. 8-ші пайдасы, аузыңыздағы ас содасын қосылған сумен күнделікті шайып тұрсаңыз, тісіңіз ауырмайды. 9-ші пайдасы, қолтықтан шығатын күлімсі иістен құтылу үшін де ас содасын қолдануға болады. Нақты осындай мөлшерде қолдану керек деген ереже жоқ, ол әр адамның өзіне байланысты. 10-ші пайдасы, сонымен бірге ас содасын көкөкті сумен араластырып, аптасына 1 рет жуса бетті анағұрлым жасатады. Әрі өлген жасушаларды қалпына келтіреді. 11-ші пайдасы, ең аяғы тынымсыз көп жүрістен аяғыңыз талып шаршаса, 10 литр суға 5 қасық сода қосып, 15 минут аяғыңызды салып отырсаңыз, аяқтың шаршағаны басылады. Мінекей достар, сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Маған ұнаса лайк басып пікір қалдырып, тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Бұдан да басқа жақсы видеолар шығатын болады және пайдалы видеолар. Мені тыңдағандарыңызға көп рахмет.